Сәлеметсіңдер ме балалар? Математика сабағымызды бастаймыз. 140-шы сабақ. Сабағымыздың тақырыбы бөлімдері бірдей жай бөлшектері бар өрнектерді салыстыру. Жұлдыздар мен галактикалар. Сабағымыздың мақсаты бөлімдері бірдей жай бөлшектері бар өрнектерді мәндерін салыстыруды үйренесің. Енді балалар, оқулығымыздың 39-шы бетін ашып, бірінші тапсырмаға қарайық. Бұл жерде екі сурет берілген, осы сурет бойынша бөлшектерді жазуымыз керек. Бірінші суретке назар аударайықшы балалар. Неше бөлікке бөлінген? Дұрыс айтасыңдар. 12 бөлікке бөлінген. Яғни бөлшектің астына 12 деп жазамыз. Ал енді бірінші суретте қанша бөлігі боялған сол 12-нің? 5 бөлігі. Яғни 12-ден 5 деген бөлшек шығады. Ал екінші қанша бөлігі боялмаған? 7 бөлігі. Яғни 12-ден 7 деген бөлшек шығады. Енді осы екі бөлшекті салыстырайықшы. Балалар, бөлшектерді салыстыру үшін, егер олардың бөлімдері бірдей болса, қайсысының алымы үлкен, сол бөлшек үлкен болатынын білеміз. Яғни 12-ден 5-тен 12-ден 7 артық. Енді екінші суретке назар аударайық. Бұл да бірдей 12 бөлшекке бөлінген. Яғни бөлшектің бөліміне 12 деп жазамыз. Неше бөлшегі боялған? 8. Яғни алымы, бірінші бөлшектің алымы 8 болады. Нешеу боялмаған? 4-еу боялмаған. Яғни екінші бөлшектің алымы 4 болады. Сонда 12-ден 8 және 12-ден 4 деген бөлшектер шықты. Енді екі бөлшекті салыстырайық. Әрине 12-ден 8, 12-ден 4-тен артық. Балалар, бүгінгі біздің тақырыбымыз бөлімдері бірдей бөлшектері бар өрнектерді салыстыру. Енді бөлімдері бірдей бөлшектері бар өрнектерді салыстыру үшін алдымен өрнектердің мәнін есептеп аламыз, кейін екі бөлшекті салыстырамыз. Енді мына өрнектерге назар аударайық. Мына жағында да қосу өрнек, мына жақта да қосу өрнек берілген. Бұлардың бәрінің бөлімдері бірдей, яғни бөлімдері 60. 60-тан 24 пен 60-тан 10-ның қосындысы менен 60-тан 16 мен 60-тан 12-ның қосындысын салыстыруымыз керек. Алдымен өрнектердің мәнін есептеп аламыз. 6-дан 24-ке 6-дан 10-ды қосамыз. 6-дан 34 болады. 60-тан 34 болады. Енді 60-тан 16-ға 60-тан 12-ні қосамыз. 60-тан 28 болады. Сонда 60-тан 34, 60-тан 28-ден артық болады. Енді балалар, дәптерімізді ашып, 14 сәуір сынып жұмысы деп жазайық. Оқулығымыздың 39-40 беттерін ашып, номер 2, номер 3, номер 5 тапсырмаларды орындайық. Іске сәт балалар.